Так что заходите в Одноклассники, вы там у меня. И вот она тоже с 82 года. Базларына көз қатты, яз жетті, кең жайылып су ақты, су ярып быз өтті. Күн емле, күн аяз, сайры яз қышлары, қадірлі бізге яз, біз яз достары. Бұлында көп матур шешеклер, барсы да татлы, хош ислілер, нәркислер, сүмбірлер һәм мәклер, нәксізнің ирнігіз тіслілер. Менә шышы матур яз, кояшлы яз белән, сезне сәламлибез, қадірлі достарыбыз. Әйінді иң матур яз шәшкәләре белән сезне сәламли. Бүгінгі бәйрәмнің хожасы, халықара конкурслары лауреаты. Татарстанда узган 2014 елда Татар моңы фестиваленең академический вокал номинациясы лауреаты Зөлфия Халилова. Баршаларыңыз достарым, алкышларга күндегез. Халыкара конкурслары лауреаты Зөлфия Халилова. Şarkılar
Композитор Сара Садыкованың Сибгат Хаким сөздеріне жазған «Шәшәкләр жиям болында» деген жыры яңғырады. Қадір достар, әйтіп ұзғанымша бүгінгі концерт Зульфия Халилованың ижад концерті десек те дұрыс болар. Біз бірінші бөлікте ол роман, татар композиторларының романстарын, арияларын башқарашақ. Концертіміздің екінші бөлігінде енді түрлі жанрдағы жырлар яңғырашақ. Әзір Зульфия Халилова сізге Нәзир Жигановның Мұса Жәлил сөздеріне жазған «Алтын шаш» операсынан «Алтын шаш» ариясын башқарады. Зульфия Халилова. Зульфия Халилова.
Рәхмәт, достар. Хәзер инструменталь әсәр тыңлагыз. Композитор Франц Шуберт. Экспромт. Рояльдә Александр Миронов. Рояль надо было развернуть, конечно. Да.